Қайырлы күн. Бүгін біз бетті көтеруге арналған массаж жасаймыз. Сондай-ақ бұл ерін жанын көтеріп, беттегі әжімдерді кетіреді. Олай болса бастайық. Ең алдымен қолымызға және бетімізге жақсылап крем жағып, мойнымыздан бастап массаж жасаймыз. Иегімізден құлақ тұсына дейін жеткізіп, төмен қарай, кеудемізге қарай түсіреміз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Келесі жаттығу бетке жаққа арналады, яғни беттің төмен қарай салбырауын кетіреді, сондай-ақ ерін жанын көтереді. Осылай бетімізді құлақ тұсына қарай тартып, сипалап, төмен қарай мойнымыздан түсіреміз. Енді екінші жаққа қайталаймыз. Үшінші жаттығу бізде толық бетке арналады. Иегімізден бастап, мұрынның жанынан жүргізіп, қасымыздың үстінен жүргізіп, самайымызға бекітеміз. Төртінші массаж түрі көздің айналасына арналады. Осылай көзіміздің астын құлақтың жоғарғы тұсына қарай тартып, сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Бесінші массаж түрі қас арасындағы әжімді кетіреміз, сондай-ақ маңдайдағы әжімдер мен шиеленістерді кетіруге арналады. Осылай саусағымыздың ұшымен шашымыздың тұсына дейін тартып, сипалап бекітеміз.
Алтыншы массаж түрі қабақты көтеруге арналады. Осылай қасымыздың астын құлақ тұсынан дейін тартып сипалап, төмен қарай мойнымыздан түсіреміз. Жетінші массаж түрі қолымызға жақсылап крем жағып, бетімізді шашымызға қарай тартып сипалаймыз. Енді дәл солай екінші бетімізге де қайталаймыз. Және соңғы жаттығу бетімізді толықтай шаш тұсына қарай тартып сипалап бекітеміз. Осымен бетті көтеруге арналған массажымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп бөлісуді ұмытпаңыздар.